Кербез киінген іскер әйелдер аяғын нық басып, өз-өзіне сенімі мол екен байқаған боласыздар. Беделді мекемелер мұндай азаматшылардың алдында есігін айғара ашуға дайын. Олар жандағы адамдарға әсер қалдырудың шебері. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз әйелдердің киім кию құпияларымен бөлісеміз. Стрикт бизнес немесе іскерлік киім кию үлгісіне қойылатын талап қатаң. Мұндай дресс-кодты маңызды басқосулар, конференция мен келіссөздер барысында ұстанған жөн. Кездесуге аттанар алдында мына жайттерді естен шығармау керек. Жакетпен бірге сұр, ақшыл сары және қара көк костюм немесе тұлғаны сымбатты етіп көрсететін көйлек киіледі. Белдемше үстіндегі киіммен бірдей болуы тиіс. Әртүрлі костюмдерді біріктіруге болмайды. Шалбарға қатысты да осындай тыйым салынған. Жакеттің астына бір түсті матадан тігілген жейде немесе көйлек киген дұрыс болады. Аяқ киімге тоқталатын болсақ, ол жабық әрі иесін барынша байыпты етіп көрсетуі міндетті. Өкшенің биіктігі 5-7 сантиметрден аспайды. Бизнес этикетте ақ түсті аяқ киім киюге рұқсат берілмейді. Для строгого делового дресс-кода есть определенные ограничения. Әрине, іскерлік дресс-код үлгілерінде шектеу бар. Ең алдымен ашық және торлы заттарға тыйым салынады. Түрлі түсті және суреттер бейнеленген киім киюге де болмайды. Егер көйлек немесе жейде кисеңіз, оның алдымен арты тым ашық болмауын қадағалаңыз. Белдемшеңіз қысқа болмасын. Әсіресе кеңседе жұмыс істесеңіз, осыған мән беріңіз. Ол тізеңізден 5 сантиметр жоғары болу керек. Кейбір компаниялар өз қызметкерлеріне бұдан да асқан талап қоятын жағдайлар бар. Олардың бет-әлпеті шаң жуытпайды. Бірыңғай стильдегі киім үлгісі ұйымның имиджіне тікелей әсер етіп, клиенттердің сенімін арттырады. Сондай қызметкерлерді де тәртіпке баулиды. У девушек в деловой одежде может присутствовать. Әйел адамдар костюм кие алады. Астына белдемше немесе шалбар киюге рұқсат берілген. Бірақ белдемше тізеге дейін жетуі тиіс. Киім таңдағанда біздің қызметкерлер қошқыл түстерге басымдық беруге міндетті. Қыздар да, жігіттер де үстіне ақ көйлек киіп, галстукпен төсіне біздің белгіні тағады. Іскерлік кейіпті қалыптастыруда аксессуарлардың рөлі зор. Жұқа әрі дене түстес шұлықтың болғаны жөн. Қысқы уақытта оның күңгірт түрін таңдауға болады. Әшекейді аз әрі орынды пайдалану керек. Әйел адам 3 немесе 4 әшекейден артық киюге болмайтын естен шығармауы тиіс. Неке сақинасы да осы тізімге кіреді. Классикалық сағат таққандар өзінің уақыты шектеулі екендігін көрсетіп, басқаның уақытын бағалайтын жұртқа білдіртеді. Басшылықтың сеніміне лайықты болу үшін оған ұқсау керек. Канадалық ғалымдардың берер кеңесі осы. Бірақ киім үлгісін мүлдем көшірудің қажеті жоқ. Тек кейбір элементтерге назар аударыңыздар. Егер компанияны ер азамат басқарса, галстук тағу артық емес. Әйел адамдар басқару бағытында ерлерден озып түссе де, жұртшылық ер азаматтарды үздік басшылар деп есептейді. Сол себепті психологтар киім кию үлгісінде ерлер костюмының элементтерін пайдаланған дұрыс дейді. Элементы мужского гардероба в женском дресс-коде на самом деле сейчас являются... Әйел адамдардың дресс-кодында ерлер киімі элементтерінің болуы сәнге айналып отыр. Қазір нәзік жандылардың көбі осы стильге қызығады. Галстук таңдаған кезде әр әйел өзіне жарасатын түстерді таңдауы тиіс. Бет құрылымына да мән берген жөн. Яғни аксессуарлар біздің анатомиялық ерекшеліктерімізге сай болғаны дұрыс. Шаш әйел адам келбетінің ажырамас бір бөлігі. Іскерлік дресс-код шаштың жинақы болуын талап етеді. Оны түйіп қоюды үздік шешім емес. Ең дұрысы шашты қысқа қылып алу немесе буып қойған жөн. Іскер әйелге бояну қажет, бірақ ол қатты көзге түспей, беттің күтімін көрсетуі тиіс. Тырнақтың да маңызын ұмытпаңыздар. Кеңседе жұмыс істейтін әйелдер ұзындығы орташа, күлгін, ақшыл сары немесе француз маникюрін таңдаған абзал. Бастысы минимализм және ұқыптылық қағидаттарын сақтаңыздар. Іскерлік дресс-код шектеу қоймайды. Керісінше, әр әйелге өз-өзін тиімді көрсетуге мүмкіндік береді. Іскерлік киімді таңдағанда аталған ережелерді ұмытпаңыздар. Сіздермен этикет бағдарламасы болды. Табысқа бірге қол жеткізейік.